Қоқысты басқа елдерден алып, сол қоқыстан алтын жасайтын, ал тұрғындары ескі киімді киюге ұялмайтын қандай ел? Сол ел туралы бүгін қарапайым бағдарлама сіздерге айтып береді. Кеттік! Жинайтын жер таза емес, қоқыстамайтын жер таза деген ескі мақалды шведтер жөндейтін, бөлісетін және өңдейтін жер таза деп аударып алған. 1% швед полигонына осыншама ғана қоқыс түседі екен. Шведтік Offal Sverige қалдықтарды қадағалау бірлестігінің мәліметтері бойынша, Швеция қазір тұрмыстық қалдықтарды 99%-дан астамын кәдеге жаратады екен. Өңдеу жүйесінің деңгейінің күштілігі соншалықты, одан өзінің экологиясына бей-жай қарамайтын барлық дамыған елдер үлгі алады. Неге шведтердің жүйесі өзін жақсы көрсетеді? Әрине шведтер қоқыс жейтін бөгде планетаныкі болғандықтан, немесе қоқысты ғарышқа телепортпен жіберуді үйренгеннен емес. Шведтердің жүйесі кеше ғана басталған жоқ. Мұның бәрі өткен ғасырдың 70-ші жылдарында басталды. Климаты қатал және табиғи газ жеткізіліміне тәуелді Швеция энергетикалық жағдайды түбегейлі өзгерту туралы шешім қабылдады. Сарапшылардың естуінше, әр швед күніне шамамен 1,5 килограмм қоқыс шығаратын есептеген. Ал 4 тонна тұрмыстық қалдықтар 1 тонна мұнайды пайдаланумен тең екенін ескеретін болсақ, бұл қарапайым логика шведтерді жалғыз дұрыс шешімге әкелді. Мемлекет қайта өңдеуге қатты қызығушылық танытты. Шведтердің құпиясы мынада. Егер бір қатар елдерде бұл тәжірибе экологиялық эксперимент аясында болса, шведтер оған байыптылықпен және практикалық тұрғыдан келді. Ал 2002 жылдан бастап Швецияда энергия алуға болатын қоқысты қоқыс полигондарына тастауға тыйым салынған. Тіпті бұл саланың өзі де қоқыстың энергиясынан жұмыс істейді. Шведтердің қоқыс таситын машиналары биогаз немесе электр қуатын үнемдейді. Waste to Energy технологиясымен жұмыс жасайтын қалдықтарды өртейтін заводтар шведтерге атом электр станцияларын орнын басады. Орташа алғанда мұндай қондырғылар жылына шамамен 17 тераватт сағат энергия өндіреді. Бұл энергия Швеция аумағының әдеуір бөлігін жылытуға жеткілікті. Егер дәстүрлі жылы электр станциясы үшін көмір қажет болса, мұндай заводтарға тек қоқыс керек, яғни құны ештеңе тұрмайтын шикізат. Қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеу швед үйлеріндегі жылудың 20%-ын қамтамасыз етеді. Шведтер тіпті басқа елдерден қоқыс алуға жетті. Оларға қоқысты тегін алып келеді. Мысалы, Норвегиядан. Көршілер қоқыстан құтылғанына қуанышты болса, шведтер үшін бұл шын мәнінде энергия көзі. Қоқыс жағатын заводтар 1 тонна қоқыс үшін $43 сұрайды. Мысалы, 2014 жылы Швеция, Норвегиядан, Ирландиядан және Ұлыбританиядан 2,3 миллион тонна қоқыс қабылдады. Сонымен жылу мен энергияның шикізатынан басқа шведтер $100 миллион жуық пайда тапты. Бірақ Швеция жалғыз қоқысқа қарап қалған емес. Шведтердің өздері қоқысты жағу идеал емес екенін мойындайды. Ескі затты жағып, жаңасын жасау қайта өңдеуден гөрі көп уақыт жұмсалатынын айтады. Сонымен қатар қоқысты жағу кезінде CO2 және парниктік газ шығарылады. Және бұл кейбір швед қыздарының көңілін қолдырады. Сондықтан тұрғындар қоқысты сұраптап қайта өңдеуге шақырады. Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін бүкіл елдегі супермаркеттерде, муниципалды мекемелерде және тіпті метрода сұрыптау станциялары орнатылған. Швеция қазір тұрмыстық қалдықтардың 48%-ын өңдейді. Қалғаны қоқыс жағатын заводтарға кетеді. Мысалы, қағаздағы талшықтардың 7 рет өңдейді. Пластикта 7 рет қайта өңделеді де жаңа заттарды шығару үшін қолданылады. Қайта өңдеу бизнеске жаңа мүмкіндіктер ашты. Біреулер аккумуляторлардан алынған қорғасын сатады, біреу жасанды футбол алаңдарына дөңгелектерден талшық шығарады. Сонымен қатар Швеция барлық Еуропа экономикалық қоғамдастығы елдерінен ең көп электронды қалдықтарды шығарады. Жылына 200 мың тоннаға жуық. 2014 жылдан бастап елдегі барлық сатушыларға бұзылған ескірген жабдықтарды айырбастау негізінде қабылдауға міндеттендірді. Жаңа компьютер сатып алғанда ескісін тапсырсаңыз, жеңілдік алуға құқығыңыз бар. Сонымен қоса, үкімет шведтерді тұрмыстық техниканы, аяқ киімді, велосипедтерді жөндеуге шақырады. Айыппұлдар жүйесі, түсіндіру жұмыстары және белсенді әлеуметтік жарнама шведтерді әдейі сұрыптауға үйретті. Швециядағы көптеген балабақшаларда балалар картоп қабығынан және басқа да тамақ қалдықтарынан бақша компостын жасауды үйретеді.
орисайклинг дене және тәрбиесі мен музыка сабақтары сияқты бөлек сабақ, сонымен қатар ауқымды қызметтер белсенді дамып келеді. Мұнда адамдар заттарды сатып алудың орнына олардан бірігіп пайдаланатын заттар көп. Автомобильдерден бастап үйге шейін, шаңғы мен велосипедке дейін. Швецияда Пантамера атты жаңа жарнама жанры пайда болды. Дәлірек айтсақ, оның түп мағынасы одан да көп қайта өңде дегенді білдіреді. Шведтің жарқын экологиялық таза болашақ бұл қарапайым тілмен айтқанда циркулярлық экономика. Шведтер қоқысты алтынға айналдырады дегенде біз алдамадық. Олар қоқыстан айтарлықтай ақша табады. Классикалық тәсіл немесе сызықтық өндіріс деп біз қоршаған ортадан ресурстар алып, оларды полигондарға қоқыс ретінде қайтарып беруді айтамыз. Ал циркулярлы немесе айналымды экономика осы түзу сызықтан шеңбер құруға тырысады. Қалдықтардың барлығы немесе көп бөлігін қайта өңдеуге талпынып, шыққан шикізатын қайтадан заттарды немесе энергияны өндіру үшін пайдалану. Әлемнің басқа елдерінде осындай көзқарас бар ма, жоқ па, айту қиын. Бірақ дамыған державалар шведтерден үйренуге тырысады. Мысалы, Жапонияда пластиктен аралдар салуды үйренді. Токио шығанағындағы жасанды Одайбо аралы сығымдалған қоқыстан жасалған, ал оның аумағына қазірдің өзінде саябақтар, зауыттар, әуежай, элиталық тұрғын үй кешені бар. Жапония елі ішкі экология мәселелерін шешуге өте қатты көңіл бөледі. Өйткені қайта өңделген материалдардан, спорттық киімдерден бастап кілемге дейін жасалуда. Әзірше көптеген елдерге шведтік ысырапсыз өмірге жету алыс. Бұл үшін кем дегенде пластикалық пакеттер мен қарым-қатынасқа басқа көзбен қайта қарау керек. Оны дүкеннен, кассадан алудан бас тарту, тіпті тегін берсе де алмау керек. Яғни сананы өзгерту керек. Ішкі шведтеріңізбен танысыңыз және дүкенге келесі сапарға барғанда пакет алмай тамақ алуға арналған арнайы экологиялық сөмкені алыңыз. Сіздермен болған қарапайым каналы біздерге лайк басыңыздар, комментарий жаздыңыздар, жалпы бізбен бірге болыңыздар.